Аяқтарыңыз кешке қарай ауырлап, ісініп кете ме? Балтырыңызда көкшіл, бұралып шығып тұрған веналарды байқадыңыз ба? Статистикаға сенсек, әр үшінші әйел және әр бесінші ер адам осы варикозбен өмір сүреді, бірақ ең қауіптісі көп адам мұны тек косметикалық мәселе деп ойлайды, ал шын мәнінде варикоз бұл сіздің веналарыңыздың көмек сұраған дауысы. Мен Суханберлиева Дана Асқарқызы, дипломды дәрігермін. Бүгін мен сізге варикоз туралы барлығын айтамын. Неден пайда болады, қалай емдейді және ең бастысы үйде өз бетіңізбен қандай қателіктер жібермеу керек, бүгінгі видеодан білетін боласыздар. Сәлеметсіздер ме? Дана денсаулық каналының көрермендері, мен Суханберлиева Дана Асқарқызы, дипломды жалпы тәжірибелік дәрігермін. Тәжірибемде варикозбен келген ондаған пациент көрдім. Көбісі аурудың алғашқы белгілерін байқаса да, дәрігерге келмей, үйде өз бетімен емделген. Нәтижесінде жағдай одан сайын асқынып, хирургиялық операцияға дейін барған. Бүгінгі видеомызда мен сізге дәрігер ретінде варикоздың себебінен бастап, ең заманауи емдеу әдістеріне дейін және ең бастысы қандай ем тиімді, қандай босқа ақша шығыны бәрін айтып беремін. Алдын ала ескертемін, бүгінгі видео тек ақпараттық сипатта ғана. Егер сізде варикоз белгілері болса, міндетті түрде флеболог дәрігерге көрініңіз. Ендеше ең маңызды сұрақтан бастайық. Варикоз деген не? Қарапайым тілмен айтсақ, бұл сіздің аяқтарыңыздағы веналардың кеңейіп, қабырғалары әлсіреп, ішіндегі қанды дұрыс айдай алмай қалуы. Қалыпты жағдайда веналарыңызда арнайы клапандар бар. Олар қанды тек жоғарыға, яғни жүрекке қарай жібереді, кері қайтуына жол бермейді. Варикоз кезінде дәл осы клапандар сынып қалады десек болады, яғни клапан жабылмаған соң қан төменге, аяққа қарай кері ағады, вена ішінде қан жиналып, қысым көбейеді. Осының нәтижесінде вена кеңейеді, бұралып, тері астынан көрініп шығады. Дәрігер ретінде айтамын, бұл жай ғана косметикалық мәселе емес, бұл сіздің қан айналымыңыздың бұзылуы. Шетелдік медицинада мұны CAAP классификациясы деп атайды, яғни C0 ешқандай белгі жоқ, C1 майда жұлдызшалар түрінде тұрады, C2 міне көзге көрінетін варикоз түйіндер болады, C4, C5, C6 бұл терінің өзгеруі, ойық жаралар, яғни ауыр асқынулар. Міне көбісі дәл осы жерге келген кезде барып дәрігерге жүгінеді, яғни бұл кеш болып саналады. Енді маңызды сұрақ, неге бұл пайда болады? Бірінші себеп бұл генетикадан, яғни тұқым қуалаушылық десек болады. Егер анаңызда немесе әжеңізде варикоз болған болса, сізде де пайда болу ықтималдылығы 60-70% жоғары болады. Бұл вена қабырғасының әлсіздігі ген арқылы беріледі. Екінші себеп өмір салты. Аз қозғалыс, күні бойы отырып немесе тік тұрып жұмыс істеу, аяқты айқастырып отыру, осының бәрі веналардағы қан айналымын нашарлатады. Кеңседе отыратын қызметкерлер, мұғалімдер, сатушылар, шаштараздар бәрі тәуекел тобындағы адамдар. Үшіншісі, әйелдерге тән факторлар, жүктілік және гормоналды өзгерістер. Жүктілік кезінде бізде жатыр үлкейеді, жамбас веналарын қысады, қан айналымы нашарлайды. Жүктілік бізде варикоз қаупін арттырады. Төртінші фактор артық салмақ. Артық салмақ килограмм аяқ веналарыңызға түсетін қосымша салмақ десек болады. Және бесінші фактор бұл жас ұлғайған сайын вена қабырғалар серпімділігін жоғалтады, сондықтан 50 жастан кейін варикоз жиілейді. Маңызды ескерту, бұл факторлардың бірнешеуі қатар келсе, варикоз пайда болу ықтималдылығы геометриялық түрде артады. Мысалы, артық салмағы бар, күні бойы тұрып жұмыс істейтін, анасында варикозы бар әйел, бұл тәуекелдің ең жоғары деңгейіндегі адам десек болады. Ал енді ең маңызды сұрақ, варикозды қалай ерте байқауға болады? Көп адам ауру асқынғанша дәрігерге келмейді. Мен дәрігер ретінде белгілерді екі топқа бөлемін, ерте және кеш деп бөлуге. Ерте белгілері күннің екінші жартысында аяқтың ауырлауы, ісінуі, кешке қарай аяқ кейін тар болады, шұлықтың ізі теріде қалып қояды. Түнгі уақытта балтыр бұлшық еттері құрысып ауырады, визуалды түрде майда көк қызыл жұлдызшалар, яғни телеангиоэктазиялар пайда болады. Ал кеш белгілеріне бұл енді көзге анық көрінетін бұралып шығып тұрған веналарды айтамыз. Терінің түсі өзгереді, қоңырқай дақтар пайда болады, тері құрғап қабыршақтана бастайды. Ал ең ауыр белгі бұл ойық жара, яғни трофикалық язва болады. Бұл вена қан айналымының бұзылуынан терінің өліп, ашық жара пайда болуы. Тәжірибемде бір пациент болды. 58 жастағы әйел кісі аяғында варикоз бар екенін 10 жыл бойы білген, бірақ уақытым жоқ, ауырмайды ғой деп дәрігерге келмеген.
бір күні аяғында кішкене жара пайда болған, ол жазылмаған, керісінше үлкейе берген, дәрігерге келгенде жағдайы хирургиялық операцияны қажет ететін деңгейде еді. Егер 10 жыл бұрын келсе, мәселені компрессиялық шұлықпен және лазерлік процедурамен шешуге болатын еді. Сол себепті қазір айтар сөзім, егер аяғыңызда осы белгілердің ең болмаса біреуі болса, ертең емес, бүгін барып флебологқа жазылыңыз дер едім. Енді сұрақ, егер емдемесе не болады? Бірінші және ең қауіпті асқыну бұл тромбофлебит дамиды. Бұл варикозды венаның ішінде қан ұйып, тромб пайда болып, вена қабырғасының қабынуын айтамыз. Тромбофлебиттің ең үлкен қаупі тромб үзіліп, өкпе артериясына барып тығылады. Бұл өмірге тікелей қауіп. Екінші асқыну трофикалық жара. Жоғарыда айтып кеткендей, ойық жара болады. Жоғарыда айтқанда бұл терінің қанмен қоректенбеуінен пайда болады. Емделу өте қиын, ұзақ уақыт алады. Үшінші асқыну варикозды түйіннен қан кету болуы мүмкін. Бұл жіңішке тері астындағы үлкейген вена зақымданған кезде, тіпті кішкене жарақаттанғанда қан кетуі мүмкін, себебі вена ішіндегі қысым өте жоғары болады. Төртінші қауіп терінің тұрақты өзгеруі. Пигментация, қоңыр дақтар, липодерматосклероз, терінің яғни қатайып, ағаш тәрізді болып қалуы. Бұл тек косметикалық мәселе емес, тері өзінің қорғаныс қабілетін жоғалтады бұл кезде. Дәрігер ретінде айтайын, осы асқынулардың бәрі варикоздың алғашқы сатысында дұрыс емделгенде алдын алуға болатын жағдайлар. Енді заңды сұрақ, варикоз бар жоғын қалай білуге болады? Ең сенімді және алтын стандарт бұл УЗИ, доплерография деп аталады. Бұл мүлдем ауыртпайтын 15-20 минуттық зерттеу әдісі. Дәрігер аяғыңыздағы веналарды ультрадыбыспен қарап, қан ағысының бағытын, жылдамдығын, клапандардың жұмысын және тромбтардың бар жоғын анықтайтын болады. Флеболог дәрігер сізді қараған кезде екі нәрсені тексереді. Бірінші, визуалды тексеру, яғни веналар қалай көрінеді, терінің жағдайын көреді. Екінші, міндетті түрде УЗИ жасайды. Маңызды ескерту айтсам, кейбір адамдар аяғында көкшіл веналарды көріп, бірден варикоз деп өзіне диагноз қояды. Бұл қате дер едім. Кейде көрінетін веналар жай ретикулярлы веналар немесе басқа тамырлық өзгерістер болуы мүмкін. Нақты диагнозды тек флеболог дәрігер УЗИмен бірге қоя алады. Ал ең маңызды бөлімге көштік. Варикозды енді қалай емдейміз? Мен сізге 5 негізгі әдісті айтамын. Жеңілден ауырға қарай. Әр әдіс өз орнында тиімді, оны дәрігер сіздің жағдайыңызға қарай таңдайды. Ендеше бірінші әдіс компрессиялық трикотаж. Бұл арнайы емдік шұлық немесе колготки десек болады. Олар аяққа сырттан белгілі бір қысым түсіріп, веналардағы қан айналымын жақсартады. Компрессиялық трикотаждың 4 класы бар. Бірінші класс 18-21 мм сынап бағанасы жеңіл қысым түсіреді, алдын алу үшін және бастапқы белгілерде қолданылады. Екінші класс 23-32 мм негізгі емдеу класы. Үшінші және төртінші ауыр жағдайларда ғана дәрігер тағайындауымен қолданылады. Маңызды осы жерде айтсам, компрессиялық трикотаж дәріханадан өз бетіңізбен алуға болады, бірақ дұрыс өлшемді және класты флеболог анықтау керек. Тым кішкене болса қан айналымын бұзып жібереді, тым үлкен болса ешқандай пайда бермей қалады. Екінші әдіс склеротерапия. Бұл вена ішіне арнайы зат склерозант жіберу арқылы вена қабырғасын жабыстыру. Кішкене веналар мен жұлдызшалар үшін өте тиімді. Процедурадан кейін пациент бірден үйіне қайта береді. Үшінші әдіс ЭВЛК деп аталады, яғни эндовазальдық лазерлік коагуляция. Бұл қазіргі заманауи флебологиядағы алтын стандарт. Венаның ішіне жіңішке лазер талшығын кіргізіп, лазер сәулесімен венаны ішінен бітейді. Кесік жоқ, жалпы наркоз қажет емес, тек жергілікті анестезия процедурадан кейін науқас сол күні өз аяғымен үйіне кетеді. Тиімділігі өте жоғары десек болады. Төртінші әдіс минифлебэктомия. Бұл үлкен бір алып шығып тұрған варикоз түйіндер терідегі өте кішкентай тесіктер арқылы алып тастау ЭВЛК-мен бірге жасалады. Бесінші әдіс классикалық хирургиялық операция, яғни флебэктомия. Бұл ауыр асқынған жағдайларда ғана қолданылады. Кесік жасалып, зақымдалған вена толығымен алынады. Қазіргі кезде бұл әдіс сирек қолданылады, себебі заманауи аз инвазивті әдістер ЭВЛК және склеротерапия әлде қайда тиімді және қауіпсіз. Енді дәрі-дәрмек туралы айтайын. Венатониктер деп аталатын дәрілер бар. Олар вена қабырғасының тонусын арттырады, бірақ маңызды ескерту, дәрілер варикозды емдемейді. Олар тек симптомдарды жеңілдетеді, ісінуді, ауырлықты азайтады. Себебін жоймайды, варикоздың себебін тек жоғарыда аталған әдістер ғана жоя алады. Құрметті көрермендер, егер сізде осы варикоз белгілері болса,
аяғыңыз ауырласа, ісінсе, веналарыңыз шығып тұрса, мен сізге онлайн түрде көмектесе аламын. Сіздің жағдайыңызды қарап, қандай дәрігерге бару керектігін, қандай зерттеулерден өту керектігін айтып беремін. Менің инстаграмдағы парақшама кіріп, тікелей жазыңыз, немесе WhatsApp арқылы хабарлассаңыз болады. Мен дәрігер ретінде сіздің денсаулығыңызға алаңдаймын. Сіз өз бетіңізбен үйде отырып, 2-3 жыл бойы өздігінен кетер деп күткенше бір рет дәрігерден кеңес алғаныңыз дұрыс деп айтар едім. Ал енді менің ең маңызды бөлімдерінің бірі үй жағдайында адамдар жиі жасайтын қателіктер. Тәжірибемде көргенімді айтайын, бірінші қателік варикозға арналған ғажайып майлар мен гельдер. Дәріханада варикозға қарсы деп сатылатын кремдер, гельдер, майлар, олардың біреуі де варикоздың өзін емдемейді. Олар теріні салқындатып, жеңілдік сезімін береді, бірақ клапандарды қалпына келтірмейді. Бұл уақытша симптоматикалық жеңілдік болып саналады. Екінші қателік сүлік салу, яғни гирудотерапия. Тәжірибемде сүліктен кейін аяғында инфекция түскен пациенттерді көрдім. Сүлік қанды сұйылтады, бірақ варикоздың себебін жоймайды. Оның үстіне инфекция қаупі жоғары. Үшінші қателік халықтық медицина рецепттері. Алма, сірке суы, сарымсақ компресстері, түрлі шөп тұнбалары, бұлардың ғылыми дәлелденген тиімділігі жоқ. Кейбіреуі теріні күйдіріп, зақымдап, жағдайды одан сайын нашарлатуы мүмкін. Төртінші қателік өзі өтіп кетеді деп күту. Варикоз бұл созылмалы үдемелі ауру, яғни уақыт өткен сайын нашарлай береді. Өздігінен жазылуы мүмкін емес. Неғұрлым ерте дәрігерге көрінсеңіз, емдеу соғұрлым жеңіл, тез әрі арзан болады. Бесінші қателік дәрігерге бармай өз бетімен компрессиялық шұлық таңдау. Жоғарыда айттым, дұрыс таңдалмаған шұлық пайдадан гөрі зиян келтіреді. Ендеше варикозды алдын алуға бола ма деген сұрақ болса, болады. Әсіресе тәуекел тобында болсаңыз, жоғарыда айтып кеттім ғой, солардың орнында болсаңыз, бірінші қозғалыс керек. Күніне кемінде 30 минут жаяу жүру веналарыңыз үшін ең жақсы жаттығу. Балтыр бұлшықеттеріңіз жұмыс істеген кезде олар веналарды қысып, қанды жоғары итереді. Біз тіпті балтырды екінші жүрек деп атаймыз. Жүзу, велосипед тебу өте тамаша болады, ал ауыр атлетика, ұзақ тұрып немесе отырып қалу зиян. Екінші, салмақты бақылау. Әр артық килограмм аяқ веналарыңызға қосымша жүктеме, тұрмақтану, көкөністер, жемістер, клетчатка, іш қатудың алдын алады. Іш қатуда веналарға бізде қысым түсіруі мүмкін. Үшінші, күнделікті әдеттер. Аяқты айқастырып отырмаңыз, бұл веналарды қысады. Ұзақ отырсаңыз, әр сағат сайын тұрып 2-3 минут жүріңіз. Кешке үйге келгенде 10-15 минут аяғыңызды жоғары көтеріп жатыңыз. Аяқтан қанның ағуын жеңілдетеді. Төртінші, аяқ киім. Биік өкшелі аяқ киім балтыр бұлшықетінің жұмысын шектейді. Күнделікті киюге 3-4 сантиметрден жоғары емес өкше ұсынылады. Бесінші, профилактикалық әдіс температура, яғни ыстық ванна, сауна, монша бәрі веналарды кеңейтіп, қанның іркілуін күшейтеді. Контрастты душ өте пайдалы. Алтыншы, компрессиялық трикотаж. Егер сіз тәуекел тобында болсаңыз, әуежайда, ұзақ жолда, жұмыста болсаңыз, профилактикалық компрессиялық шұлық кию варикоздың алдын алудың ең тиімді жолы. Қымбатты көрермендер, бүгін біз өте маңызды тақырыпты талқыладық. Варикоз бұл тек косметикалық мәселе емес, бұл сіздің қан айналымыңыздың, жалпы денсаулығыңыздың көрсеткіші. Естеріңізге сала кетейін, егер аяғыңызда ауырлық, ісіну, кешкі шаршау, көзге көрінетін веналар болса, флебологқа көрінуді кейінге қалдырмаңыз. Ал егер қайдан бастарыңызды білмесеңіз, маған жазыңыз. Инстаграмда доктор Суханберлі парақшасына кіріңіз, WhatsApp арқылы хабарласыңыз. Мен дәрігер ретінде сіздің жағдайыңызды онлайн қарап дұрыс бағытта көрсете аламын. Бүгінгі видео пайдалы деп ойласаңыз, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, комментарийға жазыңыз. Варикоз туралы тағы не білгілеріңіз келеді? Келесі видеода тағы қандай тақырыптарды қозғағанымды қалайсыздар, соны жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар, денсаулық бәрінен де қымбат.